бас айналып жүр, ол не үшін дейді. Енді қараңыздар, бас айналудың бірнеше себебі бар. Бірінші, анализ тапсырып көріңіз. Витамин D3 және де ферритинге тапсырасыз. Слабость болып жүрген болатын болса, осы екі анализ тапсырып көресіз. Төмен болатын болса, витамин ішіп көтеріп аласыз. Егер екінші жолы бар, бұл жерде біздегі екінші омыртқадан. Екінші омыртқада кислородный голодание болған кезде оттегі жетіспей қалып, жиі басыңызды айналдыратын осыдан да болады. Және бас ауру жиі бас ауыратын болатын болса, бұл біздің атланттан болады. Және бұл да оттегі жібермей қалады. Біздің мойын омыртқамызда қанның бойында кислород бар. Сол миға жетпегеннен кейін жиі бас ауру және слабость болады. Және де екінші омыртқа қисайған жағдайда, бұл екінші омыртқа аксис деп айтылады. Екінші омыртқа қисайған жерде бас айналу және көзіңіздің зрениеңіз төмендейді, көз бұлдырайды. Егер диагностика келем дейтін болсаңыздар, әр қалада қабылдаймыз. Диагностика тегін Астана, Алматы, Ақтөбе, Қызылорда, Тараз, Екібастұз қалаларында қабылдаймыз. Телефон номер 8702 712 30 68 нөміріне хабарлассаңыздар болады.